Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қол жетімді азық-түліктерден оңай дайындалатын дәмді тіске басар дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Керекті азық-түліктерімізді алдын ала осылай дайындап аламыз. Кабачкиімізді жуып тазалап, осындай дөңгелек қылып турап аламыз. Өте жұқа етіп турамаңыздар, осы видеода көрсетілгендей етіп турайсыздар ғой. Айтпақшы, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Турап алған кабачкиларымызды осылай бөлегі тысқа салып аламыз. Үстіне тұз саламыз да қолмен араластырып, тұз сіңгенше қойып қоямыз. Бөлегі тысқа бір жұмыртқамызды жарып, вилкамен араластырып дайындап аламыз. Табаға аздап май құйып қыздырып аламыз да, дайындап алған кабачкиларымызды бірінші ұнға, екінші жұмыртқаға аунатып, қызып тұрған майда пісіреміз. Екі жағы қызарғанша аударып, қуырып аламыз. Қуырып алған кабачкиларымызды салфетканың үстіне түсіріп аламыз. Өйткені майларын сіңіріп алу қажет. Келесі помидорымызды турап аламыз, дөңгелектеп. Бөлек кішкентай ыдысқа майонезімізді құйып аламыз. Аздап ас көкпен ақ желкенді араластырып, ұсақтап турап аламыз. Турап алған көк шөптерімізді майонездің үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Видеода көрінбей қалыпты, бір тісше чеснок салып жіберсеңіздер болады, теркадан өткізіп. Келесі сырымызды үкіштен өткізіп дайындап аламыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, қуырып алған кабачкилерімізді қоямыз, бетіне жаңағы салмамызды жағып, оның үстіне помидорларды тізіп шығамыз. Оның бетіне теркадан өткізіп алған сырымызды қойып шығамыз. Міне барлығын дайындап алдық. Енді алдын ала қызып тұрған духовкамызға бетіндегі сыр ерігенше салып аламыз 5-6 минутқа. Міне біздің тіске басарларымыз дайын, өте дәмді, жасап көріңіздер, ас болсын.